Жамбыл облысы әкімдігінің Байзақ ауданы білім бөлімінің Берікқара орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Асқарбаева Таңшолпан Ерболқызы. Сабақтың тақырыбы ондық бөлшектерді 10-ға, 100-ге, 1000-ға және 0,1, 0,100-ден 1, 0,1000-ден 1 сандарына көбейту және бөлу. Оқу мақсаттары: ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1, 0,100-ден 1, 0,1000-ден 1 сандарына көбейту ережелерін қолдану. Ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1, 0,100-ден 1 сандарына бөлу ережелерін қолдану. Саламатсыздар ма, балалар? Сабаққа дайынсыз ба? Ендеше дәптерлеріңді ашып, бүгінгі күн жазып, тақырып жазып өңдер. Ондық бөлшектерді 10-ға, 100-ге, 1000-ға және 0,1, 0,100-ден 1, 0,1000-ден 1 сандарына көбейту және бөлу. 23,100-ден 72-ні 10-ға көбейту үшін натурал санға көбейткендей көбейтіп аламыз. 2, 7, 3, 2. Қосамыз 0, 2, 7, 3, 2. Енді ондық бөлшектегі санда үтірден кейін қанша сан болса, мәнінде сонша санның алдына үтір қоямыз. Сонда бізде 237,100-ден 20 немесе үтірден кейін 0-ді жазбай 237,2 жаза аламыз. Енді 23,100-ден 72 санын 100-ге көбейтеміз. Баған түріне көбейтіп аламыз. 2, 7, 3, 2, 0, 0, 2, 7, 3, 2. Ондық бөлшекте үтірден кейін 2 санды, яғни 2 санның алдына үтір қоямыз. Мәні 2372-ге тең. Яғни 10-ға көбейткен кезде 1-ден кейін 1 0 бар. Мынау үтір 10-ға қарай 1 орынға жылжыды. 1-ден кейін 2 0 бар. Мынау үтіріміз 10-ға қарай 2 орынға жылжыды. Ал енді ондық бөлшекті 10-ға, ондық бөлшекті 100-ге бөлуді қарастырайық. Бөлгіштегі нөлдер санына байланысты үтіріміз керісінше сол жаққа қарай жылжыды. Яғни 1-дің артында 1 0 болғандықтан мынау үтіріміз 1 орынға солға қарай жылжыды. Яғни мәні 2,372. 23,100-ден 100-ге бөлу үшін 100-ден кейін 2 0-дір, яғни үтірді мен 2 орынға солға қарай жылжытамын. 0,2370. Ал енді балалар, осы ондық бөлшекті 0,10-ден 1, 0,100-ден 1 сандарына бөлу үшін 73,100-ден 25 санын 0,10-ден 1 санына бөлу керек. 73,100-ден 25 санын 0,100-ден 1 санына бөлу керек. Бірінші бөлшектегі үтірді бөлгіштегі санда үтірден кейін қанша орын болса, сонша орынға 10-ға қарай жылжытамыз. Сонда мәні қаншаға тең болады? 732,5. 0,10-ден 1, 0,100-ден 1 сандарына көбейту үшін не істейміз, достар? Ондық бөлшекті 0,1, 0,100-ден 1-ге көбейту үшін көбейткіште үтірден кейін қанша орын бар, соны солға қарай жылжытамыз. Солға қарай жылжытамыз. Жақсы. Ал енді ондық бөлшектерді 0,1, 0,100-ден 1 сандарына бөлу үшін не істейміз? Нұрмұхамед. Ондық бөлшектерді 0,1-ден 0,100-ден 1-ге бөлу үшін бөлгіште үтірден кейін қанша орын бар, сонша орынға 10-ға қарай жылжытамыз. Өте жақсы, отырамыз. Тамам, келесіне кім шығады? Нұрберді шығады. Төртіншісі. Есебіңді оқи қойсам, Нұр. Мәні 625. Біз бұны көбейту үшін көбейткіш
кіште қанша нөл бар, сонша нөлға онға қарай жылжытамыз. Сонша орынға өте жақсы отыра алды. Келесі бесіншісіне. Еркежан. Нұрберді есебіңді оқы. Екінші тапсырманы қарайшы балалар. Бізге теңдік берілген, қатені табыңдар дейді. Бірінші теңдік. 54,26-ны 10-ға бөлу керек. Тең 542,6. Дұрыс па балалар? Жоқ. Кім айтады қатесін? Нұрберді. Бұл жерде 54,26-ны 10-ға бөлген кезде 10-ға қарай жылжытқан. Ал бөлуде солға қарай жылжытады. Мәні қанша шығу керек еді? 5,426. 5,426. Өте жақсы жарайды. Үшіншісінде балалар 740-ты 100-ге бөлу керек. Тек 74. Дұрыс па? Дұрыс емес. Жоқ, Жаннұр айта қойшы қатесін. Себебі бұл жерде 100-ден кейін 2 нөл бар, олар тек бір-ақ санға жылжытқан. Иә. Ал мәні 7,140 шығу керек. 7,140 өте жақсы. Келесі 4,2-ні көбейтеміз 1000-ға. Тең 420. Дұрыс па? Дұрыс емес. Тапсырмаға назар аударайық. Нәтижесі натурал сан болуы үшін бөлшекті қандай санға көбейту керек? Қандай бөлшек берген балалар? 10-ға бөлшек. 7,1 санын натурал санға айналдыру үшін қаншаға көбейтеміз, Жаннұр? 10-ға. Нәтижесіне қандай сан шығады? 71. 0,5 санын. Еркежан, қаншаға көбейтеміз? 10-ға көбейтеміз. 10-ға. Нәтижесінде 5 шығады. 3,52 санын. Қоса? 100-ге. 100-ге. Нәтижесінде 350. Өте жақсы жарайсыңдар. Ал балалар, бүгінгі сабақты кім қалай түсінгенін анықтау үшін мен сендерге Kahoot ойынын ұсынып отырмын. Әркім өзінің ұялы телефонын алып, мынау пин-кодты жазамыз. Әркім өзінің атын жазып шығады. Солай ма, қыздар? Ал кеттік. Бірінші есеп. 11,124-ті 10 санына бөлу керек. 4 нұсқа берілген. Әркім өзі дұрыс деген жауапты белгілейміз. Солай ма? 10 секунд қалды балалар. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Өте жақсы балалар. Алтауын да дұрыс жауап бердіңдер. Жарайсыңдар. Келесі. Бірінші Алдияр, Жаннұр, Досымжан, Елизар, Нұрмұхамед. Өте жақсы. Келесі сұрақ. 0,278 санын 100 санына көбейту керек. Кеттік. Үшінші сұрақ. Балалар қателеспейміз. 837,158 санын 0,1-ге. Ережені есімізге түсірейік. 0,1-ге бөлу үшін өтірді қалай қарай жұмыстамыз? 9, 8, 7, 6. Белгіледік пе жоқ? Балалар белгіледік қой. Үшінші орында Досымжан, жарайсың. Екінші орында Алдияр, өте жақсы. Бірінші орында отыра қойыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтамас бұрын сендерден кері байланыс алуым керек. Мынау стикерге бүгін мен не үйрендім, маған не қиындық туғызды, я? Сол туралы 2 сөзбен маған кері байланыс беріңдер. Ал енді бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысқан оқушыларды мен ютубымен марапаттаймын. Кауса, жарайсың. Алдияр, жарайсың. Нұрберді, жарайсың. Жаннұр, өте жақсы. Еркежан, өте жақсы. Нұрмұхамед, жарайсың. Жақсы. Нұрдәулет, неге оқулықтағы 723-ші есепті шығарып келеді. Күнделіктеріне жазып алынды. Осымен балалар сабақ аяқталды. Сау болыңдар.